Сәлем достар, каналыма лайк басып, комментарий жазып тіркеле отырыңыздар. Қылышын сүйреткен қаһарлы қыс та өтіп, күн шуақты көктемнің күндері де келіп жетті. Далада қар баяу еріп, күн жылынып келеді. Кенет қар астынан бәйшешек басын көтеріп, айналаға таңдана қарайды. Ой, мен қайдамын? Дала жылынып күн шуағын төгіп тұр. Демек наурыз келген екен ғой. Бәріңе сәлем, мен көктемнің елшісімін. Наурыздың жақындағанын сүйіншілуге келдім. Мен де көктеммен бірге жылулық пен жақсылыққа келемін. Ояныңдар достар, наурыз келді. Табиғат жаңарды, мейрам басталады. Иә, мен де шуақты нұрымды төгіп, барша әлемге жылу сыйлауға дайынмын. Қош келдіңдер балапандарым. Бүгін ұлыстың ұлы күні. Ата-бабаларымыздан бері келе жатырған дәстүрді сақтап, бәріміз бірігетін уақыт жетті. Наурыз мейрамы табиғаттың оянуын, көктемнің, жаңарудың, береке мен бірліктің мерекесі. Бұл мейрамның тарихы мыңдаған жылдарға созылады, және ол бүкіл түркі халықтары арасында кеңінен тойланып келеді. Наурыз сөзі парсы тіліндегі но жаңа, рус күн сөздерінің қосындысы ретінде жаңа күн мағынасын береді. Бұл күн мен түннің теңелуі, жылбасы болып саналады. Наурыздың басты дәстүрлерінің бірі көрісу. Адамдар таң атысымен үлкендердің үйіне барып, қол алысып, төс қағыстырып амандасады. Бұл құрмет пен сыйластықтың белгісі. Қазақстанда наурыз 1926 жылы кеңестік билік тұсында тыйым салынғанымен 1988 жылы қайта жаңғырды. 2009 жылы наурыз мейрамы мемлекеттік деңгейде аталып өтілетін болып бекітілді. Қазіргі таңда Қазақстанда наурыз 21-23 наурыз аралығында 3 күн бойы тойланады. Бұл мерекеде қазақ халқы ұлттық ойындар ойнап, киіз үйлер тігіп, наурыз көже әзірлеп, бір-біріне ақ тілектерін арнайды. Наурыз табиғатпен үндестікті, татулық пен бейбітшілікті дәріптейтін ерекше мейрам. Ой, қандай жарық! Наурыз келген екен ғой. Менің де киетін уақыт келіпті. Мен қазақтың ер азаматтарына арнап тігілгенмін. Салтанатты жиындарда, мерекеде мені кию құрметтің белгісі. Ұлыстың ұлы күні мен үшін ең ерекше кез. Ал мен қазақ аруларын көркемдейтін ұлттық киіммін. Әрбір қыз келіншек менің кигенде ерекше көрінеді. Наурызда мені кию дәстүрді сақтау деген сөз. Камзол, сенің нәзіктігің қандай жарасымды. Бүгінгі наурыз тойында біз де өз орнымызды табамыз. Ұлттық киімдеріміз тек сән емес, халқымыздың тарихы мен мәдениеті. Дұрыс айтасың Жапан. Бүгін бізді барлық қазақ елі асыға күтеді. Ал мен наурыз мейрамының басты тағамымын. 7 түрлі дәмнен жасаламын. Молшылық пен ырыс берекесінің белгісімін. Біз де дастарханның көркі боламыз. Қазы-қарта, жау-жая қазақтың ең дәстүрлі ас мәзірі ғой. Әрине. Балалар, мені ұмытып кетпеңдер. Менсіз наурыз мерекесі өтпейді. Қазақтың ұлттық тағамдарының атасы менмін. Қане бәріміз жиналып қонақ күтейік. Тойымыз думанға толсын. Ал менше, бүгін сәбилердің тұсауын кесетін күн. Қаз-қаз бассын, болашақта жарқын болсын деп мені қолданады. Мен жаңа өмірге бастар жолдың символымын. Қазақ халқында менімен сәбидің тұсауын кесу, оның болашаққа нық қадам басуын тілегені. Ал біз ақындар айтысын ұйымдастырамыз. Домбырам менің жаным, халқымның мұңын, қуанышын жеткізетін құрал. Мен қазақтың жүрегімін. Мені шерткен сайын даланың дауысы, халықтың тарихы естіледі. Мен небір күйлер төгіліп, қазақтың басынан өткен талай заман сырын баяндайды. Айтыс өнері де менсіз өтпейді. Ой, тек домбыра ғана емес, мен де осындамын. Күй тартсам бүкіл дала тебіренеді. Тарихымды айтар болсам, ерте заманда бір қарияның 7 баласы болған. Алайда жұт келіп, бірінен соң бірі өмірден өтті. Әрбір баласынан айырылған сайын қария жоқтау айтып, бір шек тартып отырды. Ақырында мені 7 шекті аспап болып дүниеге келдім. Бірақ мен тек мұң мен қайғыны жеткізу үшін жаратылған жоқпын. Қазір менімен тек мұңды емес, қуанышты, шабытты күйлерде орындалады. Бізсіз қалайша? Мерекеде асатаяқтың сылдыры мен сыбызғының үні үйлесіп, ерекше әуен шығарады. Ерте заманда мені бақсылар да, жауынгерлер де ұстаған. Менің дабылым халықты жігерлендіріп, бірлікке шақырады. Ал мен сыбызғымын. Менің үнім қазақ даласының тынысы. Малшылар мен батырлар менімен күй шертіп, көңіл сергіткен. Желдің самалына қосылған менің үнім еркіндікті, табиғаттың сұлулығын жеткізеді. Наурызда менің үнім көктем самалымен бірге келеді. Ал жастар жиналыңдар. Алтыбақан себетін уақыт келді. Мен тек тербелетін қарапайым әттеншек емеспін. Мен достықтың, көңілді отырыстың, жастық шақтың символымын. Ерте заманда жастар мені айнала ән шырқап, ойын ойнап, әзілдесіп, бір-бірімен жақын танысқан. Наурыз мерекесінде менсіз тойдың сәні келмейді. Ол батырлар қайсың жүйріксіңдер? Нағыз жігіттер сыналатын кез келді.
Мен нағыз батырлар ойыны, ерлік пен ептіліктің сыналатын алаңы. Қазақтың жауынгерлік рухын, табандылығын көрсетемін. Ерте заманда мен арқылы жігіттер шайқасқа дайындалған, ат үстінде шеберлігін шыңдаған. Қазір мен Наурыздың көркін кіргізіп, рухымызды көрсетемін. Мен қазақтың махаббат пен өнерді ұштастырған ұлттық ойыны. Мен тек шапшаңдықты ғана емес, сұлулықты, ептілікті, батылдықты сынаймын. Жігіт пен қыздың шабысы жарасым мен үйлесімділіктің белгісі. Мен күш пен әдісті, төзім мен жігерді сынайтын батырлар ойыны. Менің боз кілемімде тек мықтылар жеңіске жетеді. Ерте заманда менімен жауынгерлер рухын шыңдап, ел қорғайтын сарбаздар дайындалған. Мен болсам ат үстіндегі айқас, күш пен шеберліктің сынағы. Ертеден батырлардың жауға дайындығын тексеретін ойын болдым. Қайсарлық пен ептілік менсіз сыналмайды. Мен дәлдік пен ептілікті дамытатын қазақтың көне ұлттық ойынымын. Менімен көздің ергендігін, қолдың икемдігін, ойлау қабілеттілігін шыңдайды. Жігіттер, тек күш емес, ақыл да маңызды. Мен тоғызқұмалақ, ойлау жүйесін дамытатын логика мен ақылдың ойыны. Қазақ даласының ежелгі зияткерлік мұрасы болып саналамын. Ал мен болсам, күш пен бірлікті сынайтын қазақтың ұлттық ойыны. Мен тек біліктің ғана емес, командалық рухтың, татулықтың белгісімін. Жүйріктер, шабысқа дайынсыңдар ма? Мен жылдамдық пен төзімдіктің нағыз шабандоздарының сайысымын. Мен қазақтың жылқыға деген ерекше құрметінің белгісімін. Бүгінде Наурыз тойының шырайын кіргізіп, нағыз жүйріктерді анықтаймын. Мен жасыл желек. Ағаш отырғызу тек дәстүр емес, болашаққа жасалған игі қадам. Наурызда мені отырғызу жаңа өмірдің басталуын білдіреді. Мен бүгінгі мерекенің белгісі ретінде отырғызыламын. Келесі ұрпаққа сая боламын. Наурыз тек мереке емес, бұл тіршіліктің қайта жандануы. Бүгін жер дүние оянып, жаңа жыл басталды. Әр көктемде мен қайта оралып, жақсылықтың жаршысы боламын. Бұл табиғаттың мәңгілік заңы. Ендеше әр наурызда бір-бірімізге тек жақсы тілек тілеп, өткенге салауат айтып, жаңа күнге үмітпен қарайық. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Баршаға ырыс, береке, молшылық әкелсін.